Сәлем достар, бүгін сіздермен тары мен талқан қосылған медовик рецептісімен бөлісетін боламын. Өте жұмсақ әрі мұқтаусыз тез пісіп шығады. Достар, видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, пікір қалдырып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен тарымызды өлшеп аламыз да, суымызға бір жуып үстіне сүтті құйып бұқтырып қоямыз. Одан кейін ыдысымызға қажетті мөлшерде балымызды саламыз. Балымызды газымыздың үстіне осындай сұп-сұйық масса болғанша сұйытып аламыз. Одан кейін үстіне сары майымызды саламыз. Достар, сары майымыз әбден толық еруі қажет. Одан кейін үстіне 2 ас қасық ас содасын салып, біз реакция жүргіземіз. Біздің сұйық массамыздың түсі осындай қою қоңыр масса болғанша газды ұстаймыз. Одан кейін суытып, газымызды сөндіріп қоямыз. Енді кезекте жұмыртқаларымызды біртіндеп жарып, үстіне шекерімізді салып, жақсылап шекеріміз езілгенше миксерлейтін боламыз. Егер миксеріңіз болмаса, қолымызбен венчиктің көмегімен әбден араластырып алуға болады. Біздің шекеріміз толығымен еріді. Енді үстіне балымызды құйып, тағы да біркелкі масса болғанша араластырып алатын боламыз. Балымыз толық араластырып болғаннан кейін үстіне талқанымызды салып, жақсылап бір араластырып алатын боламыз. Одан кейін үстіне ұнымызды салып, қасықтың көмегімен қою тесттен шығаратын боламыз. Міне бізде осындай қою масса шығады. Енді осыны пергаментіміздің үстіне 2 қасықтан салып, қызып тұрған пеште 180 градуста 5-7 минутта қызартып пісіртіп алатын боламыз. Менде барлығы 5 көжік шықты. Мен А4 форматында пісірдім. Сіздер өздеріңіз қалауыңыз бойынша әртүрлі форматта пісірулеріңізге болады. Енді кетікте кремін жасаймыз. Алдымен сливкімізді, одан кейін сахарный пудрамызды, сметанамызды саламыз да, барлығын біркелкі қою масса болғанша араластырамыз. Міне біздің креміміз дайын болды. Осындай әдемі қоймалжың крем болып шығады. Дәмі өте тәтті. Енді барлығын жинайтын боламыз. Ішіне алдында дайындаған тарымызды салуды ұмытпаңыздар. Осылай каждый қатарына кремімізді жағып, үстіне мен ең соңғы 5-ші бөлігін уатып, бетіне және жан жағына себуге алып қаламын. Менде барлығы 4 қатар көжік шығады.
Біздің бүгінгі дайындаған медовик тортымыз дайын болды. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға көп рахмет. Сіздермен болған мен Айдана.